эфирде Сара сөз. Бүгінгі қадірлі қонағымыз филология ғылымдарының докторы, профессор, Алаш әдеби сыйлығының иегері, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Серік Негимов. Серік аға, Ертіс Баян өңіріне қош келдіңіз. Рахмет. Бөліп бізге сұхбат беруге келіскеніңізге көптен көп рахмет. Енді сіз қазақ әдебиетінің зерттеушісі, ғалым, сіздің шешендік өнер деген кітабыңызды студент кезімізде жастана оқығанбыз. Сол кітаптың ішінде жазасыз, шешен дегеніміз бұл әлеуметтік саяси тұлға дейсіз, е? Жалпы бұл енді 15-18 ғасырлардағы қазақтың белгілі би шешендері тұлғалары енді әрине ол кісілер сондай саяси әлеуметтік тұлға болды, елдің мұңын мұқтаған. Ал бүгінгі 21 ғасырда дәл осындай саяси әлеуметтік тұлғалар бар ма біздің ортамызда? Анау өте күрделі сұрақ. Бір кезде дала демократиясы болды. Ол даланы осылай қорғау, ұстау, ол мемлекеттің іргесін шайқалтпау, сол замандағы әйгілі хандар, баһадүрлер, қолбасшылар, би шешендер, ділмәрлер, осылар мемлекетті ұстап тұрды. О замандағы шешендер, билер дегеніміз ол халықтың, заманның сөзін сөйледі, мемлекеттің тағдырын ойлады. Олар сол заманда олар ұқтыра білді, айта білді, ұқтыра білді, ойландыра білді, жігерлендіре білді. Өзі мынау мысалы 2019-да аяғына қарай пандемия басталды, солай ғой. 2020 жылдың 14 наурызында Қазақстанда карантин басталды. Қаншама адамдар осы індеттің кесірінен о дүниелік болып кетті. Өте қиын жағдайды бастан кешірдік. Сол кезде біз енді ауылға барып қаласың, елге барасың, осылай халықпен жүрсеміз, сонда халық шөлдеп отыр екен. Шіркін-ай, осындай халық тұйыққа тірелгенде, осындай жаңағы қара күн туғанда халықты жігерлендіретін, намысын оятатын бір шіркін аузы дуалы бір қайраткерлер неге болмады деп. Шында да бұл өкінетін жағдай. Біздің елдің ішінде осылай ұлттың сөзін сөйлейтін, жаңағы осылай ұлы мақсатқа шақыратын шында да болмады. Бұл мүмкін жаңағы бір кездегі жаңағы ел басқару жүйесіне де байланысты болуы мүмкін. Лидерлер, патриоттар, стратегтердің болмауынан мүмкін. Мүмкін жаңағы сол лидер стратегтерге жол бермеуден туған болуы мүмкін. Өзінің пікірін ашық айтатын. Біз кездегі кеңестік идеология шықты ғой. Қалай болғанда кеңестік жүйе, кеңестік саясат дегендей. Одан кейін тәуелсіздік алу, ол тәуелсіздіктің іргесін бекіту. Әрине біз бұрынғы жаңағы отарлық психологиядан арылған жоқпыз. Сондықтан да әркім артын бағып, жаңағы ішкі ойын айта алмайды. Бізге ішкі ойын айтатын, халықты ойын айтатын, осындай жаңағы шында да шешендер керек. Ол шешен болу үшін, ол қалай, оның жаратылысы ірі кесек болу керек. Ол кешегі mesela қараңыз, кеше біздің осы ел білет, халық білет, тарих білет, Жөбек Тәшенов солтүстіктегі 5 облысты Кремль алып кете жазаға алып қалды ғой. Ол Тәшеновтың, ол Жөбек Тәшеновтың кесектігі, ірілігі. Әрине ол өзінің бүкіл тіршіліктегі бүкіл жақсы жағдайлардан айырылатын білді. Бірақ оған болашақтағы қазақтың елі, болашақта қазақтың елі еркін болу керек, қазақтың жері өзін билеу керек, елін өзі билеу керек. Ол анау жағы жеке бас деген ол уақытша нәрсе. Ол сол Тәшенов түсінді. Мәселен, біздің еліміз, біздің тарихымызда кеше бұқар жаулар халықтың сөзін сөйледі ғой. Ханның кемшіліктерін де айтты.
ақылды айтты, кемшіліктерін де айтты, жаңағы дұрыстығын да айтты, бұрыстығын да айтты. Бұл ел болу үшін солай болу. Кеше Абайды біз неге 170 жылдығын мерекелеп жатырмыз? Неге олай? Әлем мерекелі неге олай? Абай ол болашақтың сөзін сөйлеп кетті. Болашақтың ісін ойлап кетті. Мысалы, ол заманда Абайдың да етектен тартқандар көп болды. Бірақ ол уақыт екенін білді. Олай ертең ұмытылды да, Абайдың айтқан сөздерінің бәрі ақиқат, шындық, әділдік болды. Сондықтан да мына шешендік деген ол кісілік, бұл ірілік, бұл жаңағы интеллектуалдық мәдениет. Бәрі интеллектуалдық мәдениеттен туады. Егер интеллектуалдық мәдениеті жоғары болса, ол білімді болса, білікті болса, қазақтың жаңағы дәстүрін, тілін, мәдениетін білетін болса, тек қана ол адамзаттың да мәдениетін, ол сонда шешен болады. Ол халықтың сөзін сөйлей алады. Оған жаңағыдай табиғатынан, тумысынан бір затты болу керек, текті болу керек. Сіз әлеуметтік желіні пайдаланасыз ба, ғаламтордағы? Білмеймін. Білмейсіз, иә? Мына Инстаграм деген әлеуметтік желі бар. Хабарым жоқ анда. Сонда өзіне өзі жарнама жасайтын адамдар болады. Мен сіздерге, егер осынша мысалы бағасын берсеңіз, мен сізге шешен сөйлеуді үйретемін деген курстар ашады. Енді онда шешендік өнерге үйретемін деп сіз айтсаңыз, енді жөні бөлек, иә? Ал ел білмейтін, ешкім танымайтын бір адамдардың шығып, мен сіздерге шешен сөйлеуді үйретемін дегені, бұл шешендіктің, жалпы қазақтың сөздерінің қадірін кетіру деп ойлаймын өз басым. Осыны қалай ойлайсыз? Бұған бір шектеу қою қажет пе? Негізінде өзі мынау өзі былай қазір көп нәрсені тес арқылы аламыз ғой. Тес арқылы жаңағы тес арқылы аламыз да, ол анау конкурсқа түсіп жатқан адамды біз білмейміз. Ал ағылшында тәмсіл бар. Ағылшын тәмсілі бір компания бір орынға конкурс жайлайды. Сосын 50 адам соған құжат тапсырады. Ал профессор емтихан алып отыр. Емтихан алушы профессор көпе көрінеу жаңағы анау ән жердеге еденге бір кітапты қойып қояды. 49-ы тапсырып кетеді, жақсы тапсырады. Біреуі ана табалдырықтан аттайды, жан-жағына қарайды, барлайды, жерде жатқан кітапты алады, кітапты алып үстелдің үстіне қояды, содан кейін жаңағы билет алады, жауап береді, сосын келеді, соны профессор соны қабылдайды компанияға. Сосын ана 49-ы жаңа таң қалады. Біз жақсы жауап бердік. Біздің жауабымыз керемет. Жаңағы неге ол өтіп кетті дегендей. Сонда профессор айтады. Бірінші табалдырықтан аттағанда өте жаңағы байқағыш, аңғарғыш, ізетті, көріп тұр, қимылынан, жүрісінен, өң әлпетінен көріп тұр. Енді ана жерде жатқан 49 алмаған, жерде жатқан кітапты көріп қалып, үстелге қойып отыр. Міне, осыдан жақсы қызметкер шығады деп алдым дейді. Сонда былай, біздің заманымызға дейін Грекияда жаңағы физиогномика деген ғылым болған. Адамның өң әлпетіне қарап кім екенін айыру. Біздің қазақ елінде де солай болған. Кешегі жаңағы СССР-де де солай болған. Кешіндегі мынау әлгі Максим Горький, Алексей Толстой, жаңағы Брюсов сияқты. Енді біздің қазақтың қайраткерлері ішінде Әуезовте де Марғұланда солай болған. Сонда ол заманда мысалы бұрынғы алаш қайраткерлер дейміз ғой. Мысалы адамға түгел жүріс-тұрысына қарау. Мен соның бір мысалын айтайын. 1968 жыл көктем Қазақ СССР ғылым академиясының жалпы сессиясына бардым. Ертеректеу бардым. Мен бар арманым, бар мақсатым Әлкей Марғұланды көру. Өйткені біз білім және еңбек журналы бар о кезде,
Қазақстан пионер газеті бар, Лениншіл жас газеті, Қазақ газетін оқып отырамыз, мектепте оқып жүрдік қой. Сол кезде біз енді сол Қаныш Сәтбаевқа былай іңкәр болдық. Әлкей Марғұланға, Сәйіт Мұқановқа, Ғайып Мүсірепке, енді Әуезов, енді ол кезде біз ерте қайтып кетті, біз онда баламыз. Сосын Әлкей Марғұланға бардым, көрейінші деп. Көрдім. Әлкей Марғұланды көрдім. Сосын бір вақыт Олжас үйленіп келді. 68 жыл, Олжас 32-де. Самырсындай сымбатты, шашқандай, жас арыстан дейміз ба, жас оғлан, келбет қандай, көрік қандай. Сонда Әлкей Марғұлан бұлай қолына ұстап тұрды да, бақайынан бастап сүзіп шықты. Бақайынан бастап, басына дейін түгел. Сөйтсе, осындай тәсіл Әуезовте де болған. Сөйлеп тұрғанда, әңгімелесіп тұрғанда адамның тексеру. Бұның өң әлпеті қандай, жаратылысы қандай, тұрпаты қандай, кескіні қандай. Мәселен, сонда бұл о замандағы сол тәсіл. Бұл дала халқына тән нәрсе. Дала халқына. Сыншылдық. Дала баласы, дала перзенті, ол байқағыш болады. Ол көргіш болады. Ол далада өстік қой, ауылда өстік қой, бәрін көресің қой. Неше түрлі жарайды, көбелектер керемет қой. Неше түрлі насекомдар, неше түрлі жәндіктер дегендей, неше түрлі құстар. Сонда сен өзің күнде бұзау алып келесің, қозы лақ бағасың, көресің. Сонда даланың өзі адам тәрбиелейді ғой. Сонда Жүсіпбек Аймауытовтың сөзі бар. Ана тәрбиеге жетекші деген кітабы бар, Жүсіпбек Аймауытовтың. Сонда ол Москвада оқитын оқушылармен осы Қазақстанда оқитын, қазақ жерінде оқитын оқушылар салыстырғанда, Москвада, Мәскеуде оқитын оқушылар қиялы, шорқақ, орысша көп нәрсе біле бермейді. Ал далада қазақ жерінде оқитын балалар ұшқыр, алғыр, зерек дейді. Сонда мына даланың өзі, бұл даналықтың мекені, бұл мейірбандықтың мекені. Далада өскен бала мейірімді болады, оқуға құмар болады, төрттілік малмен араласады, төрттілік малдың сырын біледі. Ол әрине үлкендердің айтуын болады ғой. Сонда бұл көргіштік. Сондықтан бұл ағылшын тәмсілі. Сонда жаңылмайды адам деген интуиция. Сонда біз қандай адамға шешендік үйрету дегенде үлкен адамдар біледі деген тәжірибе бар. Қандай адамнан шешендік шығады, кісілік шығады. Бірінші басты шарт кісілік, адамгершілік. Адамгершілігі бар жеткіншек, жасөспірім, оған қандай білім құйсаң да, сол нәтиже шығады. Сондықтан әлгі өзін жарнамалау деген мақтанасың, біреуге мақтасын деп, шаужайынан еш адам қақпасын деп, сен кеткен соң артынан қуанып қалар, мынау бір антұрған сақтасын деген Абайдың сөзі бар ғой. Ол ақылды да мақтанбайды еш уақытта. Бұны ойлашы, Абай мақтанды ма? Әуезов мақтанды ма? Әлкей Марғұлан мақтанды. Мен Әлекеңнің қасында мен 1975-пен дүниеден өтті, 1985 басына дейін сұхбаттасып жүрдік. Аузына естіген жоқпыз. Ол кісілерден біз сұрайтынбыз. Әлекеңнен сұрайтын, Әлекең Қаныш Сәтбаев қандай болды, Әуезов қандай болды. Олардан мақтан көйлек болмаған. Данышпандар мақтанбаған олар. Көрдіңіз ба? Ол реклама, өзін-өзі жарнамалау деген, мына қазіргі заманның пәлесі, жаһандану заманның пәлесі. Өзін-өзі мақтау, өзін-өзі жарнамалау, өзін-өзі бір данышпан санау, өзін-өзгеге мақтату деген қазіргі заманның бір сұрқия мінезі. Дерті деп айтуға да болады шығар. Енді жаңа өзіңіз айтып өткендей, далада өскен баланың бірі өзіңізсіз. Кішкентай кезіңізде 5 шақырым жердегі мектепке жаяу барып оқыған екенсіз. Рас ол. Сәтбаев тәрізді геолог болуды армандаған екенсіз. Рас. Сол енді геолог болам деген арманыңызды әдебиетшілік қалай басып кетті? Балалық шағыңызға?
мынау біз енді осы мынау Слеттің өзі бар. Осы Слет өзені бір кезде менің ауылым Көкшетау облысына қарады. Уәлиханов Қызылтау ауданы. Мынау 9-10 класста мектеп оқулықтарына Ертіс қаласына келіп аламыз. Анау Ертіс ауданының орталығы біздің ауылдан 135-140 шақырым жер. Сол кезде айына 2 рет газет журнал келеді. Бәрін оқып отырамыз. Содан кейін ауылдың әңгімелерін, ауыл қарияларының әңгімелері, ол ауыл қариялары сол кезде біз әлі естиміз, Абай жолын талқылайтын. Жарыса талқылайтын Абай жолын. Шыққан кез ғой. Одан кейін Сәйітқановтың романдары, анау есею жылдары. Одан кейін Ғабиден Мұстафаның көз көргені, одан кейін Хамза Есжаттың жаңағы Ақжайық деген романдар, оның ішінде Күргірейлер, Қызық атымыз жаңағы. Содан кейін кейде жаңағы кейбір ауыл ақсақалдардың да шәкәрімнің шежіресі болды. Айтпайтын, бірақ сезетін. Кейде ауылдың жұмысшылары, кейде үлкен кісілер ғой жұмысшылар, сонда шәкәрім былай айтқан деп айтып қалатын. Ақ дүние, ақылға сонда кім ие. Біз бала кезіміз. Сол кезде сол Иса жөнінде айтатын. Иса менің ауылы аралас, жақынбыз ғой. Иса яншы. Мәшһүр Жүсіп жөнінде аңыз ғой енді. Мәшһүр Жүсіпті біз кішкентай кезімізде естідік. Мәшһүр Жүсіптің қайтыс болғаннан кейін денесі соғалып сақталатындығы, көріп келдігі, сол кезде біз таң қалатынбыз жаңағы сол кезде. Сонда сол бәрі білім екен ғой. Сол кезде ауылдың бәрі сонда Сәкен Сейфуллин туралы. Сәкен Сейфуллин, мысалы біздің ауылға Сәкен Сейфуллиндар келген. Соны қажымұқандар келген. Соны ауылдың кісілері әңгіме қойтартын. Біз бірінші автомобильде Сәкеннің автомобилін көргенбіз деп. Қажымұқанды көргенін айтып, Иса Байзақовты көргенін айтып, жаңағы сол бәрі осының бәрі білім ғой. Қазір соны қарасақ енді соның бәрі білім екен жаңағы. Сонда енді ауылдың мына қараңыз, мысалы мен 4 шақырымнан оқыдым мектеп. Аяз, киім жоқ кез, мал жайлайсың, шөп шабасың, жаңағы сөйтіп жүрдік. Сонда жаңағы, бірақ еш уақытта ауылдың, совхоздың кітапханасының бүкіл кітаптарды оқып тауыстық. Бүкіл жұлдыз журналы. Мәселен, 1963 жылы Омар Хайямның Рубайлары жұлдыз журналына шықты. Қуандық Шаңғытбаевтың аудармасымен. Соның бәрі есімізде қалды. Сонда анау Рудакидің айтқандар: жақсы мінез, жарқын жүрек, парасат, әмден саулық әркімге де жарасат, Алла кімге бұл төртеуін сыйласа, олар мәңгі табар, мәңгі рақат деген сөздер. Дүниенің сабасылы сарасы біз, мақсаты майса гүлі санасы біз. Бұл дүние дөмдөгөлек жүзік болса, жауһардай жанған соны шарасы біз деп. Сол кішкентай кезімізде соның бәрі есімізде қалған. Оның әсерлігі, көрдіңіз бе? Соның бәрі сөйтсек, сонда о заманда енді анау ақсақалдар, қариялар бәрін жырларды жатқа айтып отырады ғой. Сонда ұмтыласың ғой, бұлар жырлар, біз неге жырларды жатқа айтпаймыз? Біз Мараста да кейде жатқа айтатынбыз, оқытатын. Содан келіп, бір 9-10 класста біздің ауылдарға бір инженерлер келді. Сонда солармен бірге жүрдім мен жаз бойы. Сонда ойладым, геолог болсам қайтады деп, Сәтбаев сияқты. Бірақ енді геолог болмағанмен енді әдебиетші болып кеттік. Мен енді Алматыға барғаннан кейін Казгуде енді профессорлар тыңдадық. Ғылым академиясында Әуезов институты істедім. Әлкей Марғұланның қасында, академик математик Жәутіков Орынбектің қасында, Мәлік Ғабдуллиннің қасында, Сәйітқановтың, Ғайып Мүсіреповтің бәрін сөзін тыңдадық. Кешегі Мұзафар Әлімбаевтар көршітім. Бәрі жатқан білім ғой. Соның бәрі кейін келсең, соның бәрі қазыл екен ғой. Бірақ кейде былай жазып отырсаң, мен қазір осы алда жасса, Әлкей Марғұлан жөнінде бір үлкен бір еңбек жасасам деп, соған кірісіп отырмын. Сосын сол Әлекеңді мен ең алғаш 1975-тен бастап, одан кейін біздің Әуезов институтында ғылыми кеңестің мүшесі болды. Мен кандидаттық қорғанда дауыс берді, келді. Жаңағы Әлкей Хақанұлы кейбір жиналыстарға бірге баратын, бірге қайтатынбыз. Үйіне күнде барып тұратын, күнер барып тұратын. Кейбір қолжазбаларды оқытатын, қорқыт ата туралы оқытатын. Сосын 1980 жылы Беказ Дандыбай мәдениетінен кітап шықты. Үлкен. Беказы Дандыбайская культура Центральная Қазақстана деген. Содан дереу
Лондоннан хат келді, хатты деген профессордан. Ол кітабыңызды алдық, рахмет деп. Соның бәрі жаңағы сөйтсек, соның Бегаз Дәндібайдың ішіндегі нелер, археологияға байланысты нәрселер. Айтатын, Әлекең айтып отыратын, Әлекең Хақанұлы. Ол сол мысалы осы жерде туды, Баянауылда туды. Павлодарда 1920 жылдары бір мұғалімдік курсты оқыды, ауылда сабақ берді. Одан кейін 1921 жылы Семейдің педагогика техникумда оқыды. Одан кейін 1925 жылы Ленинградқа барып, СССР ғылым академиясының шығыстану үйісінде, Ленинград университетінің шығыс факультетінде, одан Герцен атындағы педагогика үйісінде, сонда бүкіл данышпандардың бәрін тыңдаған, сонда айтатын жаңағы анау өзінің ұстаздары Ольденберг жөнінде, Крашковский жөнінде, жаңағы Бартольд жөнінде, Маяковский, Есенинді таныстырып жүрді, бір Ақмоланың бір ақыны болыпты, Алексей деген. Одан кейін сол Сұлтан Махмұт жөнінде айтатын, Шорман Мұсаш жөнінде айтатын, Қанекең Қаныш Имантайұлы Сәтбаев жөнінде айтатын. Содан былай деп айтатын. Мысалы, Омбыда Шоханның пәтерінде тұрған Имантай Сәтбаев пен жаңағы Шыңғыс Уәлихановтар. Сонда бәрі байланыстарын, мысалы Шорман Мұсасы Кенесарыға хат жазған. Кенесарыға жазған хатын жансыздар ұстап алып, Горчаков Батыс Сібір губернатор ғой, Горчаковқа беріп қойған. Осының бәрін айтып отырады, соның бәрін айтып отырады. Әсіресе мына Мәшһүр жөнінде көп айтатын Әлекең. Мен Мәшһүр Жүсіпке Молдеке дейтінмін, 30 хат жазған дейді. 4 хаты мына 20 томдықта жүр. Маған айтады іздеш деп. Сосын бір күні бұл айтып қалды, бір өте сақ қой, қорлық көрген, терін көрді келе жатырмыз. Жан жаққа қарады, сосын айтты, сыбырлап, Мағжан ақталады деп сөйдеді. Мағжанның Ербол Жабай туралы жыры бар деп сөйдеді. Деп басқа жаққа бұрып кетті. Сөйтсек, кейін кешегі менің мақаламда, ана тілде ол бәрін таптым. Мемлекеттік архивтен Мағжанның жары Зылиха апайдың хаттары Әлекең Маралға жазған, сонда сөйтсе Әлекеңнің көрген қорлықтары бәрі. Олжабай жырында Олжабай жырын айтты, жай ғана айтты, Ербол Жабай жырын шығарған екен деп, Мағжан деп, бірақ ол жоқ. Сөйтсе Мағжанмен жандос болған. Мағжан анау Карелияға айдалып кеткеннен кейін, Карелиядан босанады ғой. Мағжан анау Зылиха апай Карелияға 14 тұрып тұрады. Сонда Мағжан Максим Горький хат жазып береді. Содан Максим Горький беріп, Максим Горький Пешковаға айтып, Пешкова ана жақтан айдаудан босатып, Петровқа келеді. Сөйтіп Петровқа келгеннен кейін Ленинградтан Әлекең Маралған НКВД қанша аңдыса да келіп Мағжанның үйде жатады. Сырласып. Кешегі хатта бар. Кешегі мен жариялаған Зылиха Жұмабаеваның 3 хаты бар. Сол 3 хаттың ішінде айтылған. Кімнің Әлекең Маралған көрген қорлығын, түрмеде жатқаны, сол жағы сол кезде ғана еміс-еміс айтатын, енді сөйтсек қадымда басқаша жағдай бар. Енді сіз мынау қазақтың асыл тұлғаларының бірі Мәлік Ғабдуллин туралы да кітабыңыз, 3 кітабыңыз шықты деймін. Ол былай болды ғой. Ол өзі былай кейде мына өзің ортаңа рахмет айту керек. Ортаң, өзің ұжымың дегендей. Сол Мәлік Ғабдуллин 1973-тің 2 қаңтарында аяқ астынан қайтыс болып кетті де, содан кейін жылы өтті, 60 жылдық өтті. Сол кезде мына үлкен жиындарда, ғылыми кеңестерде үлкен кісілер Мәлік жөнінде кітаптар болса, кітаптарын беріп отырды. Мә серік деп, қолжазбаларын беріп отырды, естеліктер болса. Содан сол сөйтіп жиналып кеп, ақыры сол мен таза сол соңғы 40 жылым Мәлік Ғабдуллин туралы құжаттар жинауменен, материалдар жинауменен, сол заманды зерттеумен алсам. Сол 1930-1973 арасындағы ол жаңағы кешегі 37-38 жылдарда қуғын сүргін бар, соғыс жылдары бар. Одан кейін жаңағы Мәлік Ғабдуллин Москваның түбінде соғысты. Одан кейін СССР қорғаныс министрлігінің жұмыс істеді. Одан кейін Сәтбаевтың арқасында ғылым академиясына келді. Одан кейінгі әскери қайраткерлер, ғылым мен мәдениет қайраткерлер сосын зерттеп, соны жаңағы сол өзім
сол мәлік жөнінде былтырғы жылы Москвадан орыс тілде кітабы шықты. Алдында қазақ тілде шыққан. Ол бәрі орта, ол кездегі сол 30 жылда кешегі Санжар Аспеньяров, Молдағали Жолдыбаев, жаңағы одан кейінгі атақты Әли Шәріпов, одан кейінгі Бауыржан Момышұлы, Қажыбаев сияқты бәрі орта ғой, ғылыми орта. Сол ортаның бүкіл несін, жаңағы тарихын зерделеумен шұғылдандым. Ұстазыңыз ғой сіздің, ұстазыңыз деп айтуға болады ма? Ұстазым, мен Мәлік Ғабдуллиннен бірнеше жыл лекциятында, және де академияда, әуезов институтында 1 жыл жанында қызметтесіп отырдым. Бәрі әңгімелесесің, сөйлесесің, бәрі ақыл кеңестер бәрі есімізде бәрі түгел. Ол кезде қалай? Ол кездегі қазақ қайраткерлерінің жүрегінде бір-ақ нәрсе болды. Біздің еліміз өссе екен, жұртымыз өссе екен. Бәрі жаңағы өздері кеп, академик өздері кеп амандасып, өздері кеп жаңағы сөйлесіп, сол өздері жаңағы осындай қамқорлық танытатын. Сондай болатын о заманда. Бұл сол Сәтпаевтарға тән, әуезовтерге тән нәрсе ол. Сол заманның зиялыларына тән нәрсе ол. Кемеңгер тұлғалар деп айтуға болады. Қол ұшын беру. Ол жаңағы алыстан саған жақсылық жасайды. Алыстан. Мәлік Ғабдуллиннің бір сондай юморлығы да болған екен, Жартыбайдың шәкірті деп жазған өлеңдеріне. Жартыбай, ол бар, Жартыбай қалжыңғой адам болды. Ол қалжыңғойлығы былай ғой. Юморист, қалжыңғой, ол былай. Қараңыз, ол өзімен бірге оқығандар соғыста шәйіт болды. Талайлар кетті. Мәжит Айтбаевтар білесің. Мәжит бірге оқығандар. Одан өзінің жан достары, Төлеген Тоқтар өзінің шәкірті, мерт болған. 37-38-де қаншамадан бір айдалды. Соғыста қаншама жанында жүргендердің бәрін айырылды. Мысалы, жанында жүрген әліңгі есімде бір Морозов деген бір взвод командирі осылай екеуі келе жатқан кезде бір снаряд түсетті, әп-сәтте 1 секундтың ішінде аспанға ағаштың басында бір жапырақ ет, қып-қызыл ет болып. Ал көр, не деген сұмдық трагедия. Сонда бұл кісі енді өзі батыр адам, ақылды стратег, лидер, патриот, жауынгердің рухын түсірмеу үшін көңілділік сыйлайды. Юмор айтады, анекдот айтады, қазақтың батырлар жырынан айтады, мақал-мәтелдер айтады. Мені сөйтіп көңіл көтеру ғой. Тәсілі солай болған. Кейінгі бейбіт өмірде солай болды. Әрине ішінде неше түрлі зар жатыр, уайым жатыр. Mesela Мәлік Ғабдуллин, қараңыз, 32 жылы үйінде 9 бала Мәлік қана аман қалған. 8-і кетті ашаршылықта, шешесі кетті, әкесі қалды. Соның бәрі көтеру ойма. Өзі де Сәкен Сейфуллин лекция тыңдады, Сәкен Сейфуллин дәріс алды деп, өзі де айдауға түскен. Әскерде жүргенде. Ұлтшыл деген атақ алған. Соғысшылардан алған ұлтшылды. Соның бәрі оңайма. Сондай ол амалсыздан жаңағы табиғаты, жаңағы айналасындағының бәрін көңілін қанаттандыру. Содан юморист. Содан өлеңді әп-сәтте суып салатын. Жазып тастайды. Дөп түсетін. Оның бәрі менің кітабымда бар өзі. Оқыдық оны. Ағайын, сіз 14-15 ғасырлардағы қазақтың би, шешен, жырауларынан бастап 21-20 ғасырдағы қазақ ақын жазушыларына дейін зерттеп келесіз, бар ғұмырыңызды арнап келесіз, оған дәуірді зерттеп келе жатырсыз. Енді Абайға да соқпай өтпедіңіз. Абай тану ісіне де біраз үлес қостыңыз. Сіздің бір сөзіңіз бар, Абайдың өлеңдері Құран сияқты деген, аят тәрізді деген, және Абайға адам дайындықпен келу керек, жаңағы өмір тәжірибесі болу керек деген сөзіңіз есімде. Дұрыс. Дайындықпен келу керек деген. Ал сіз Абайға қай кезде келдіңіз? Мен айтайын, бұлай болды. Мен оқырман ретінде Абайды бала кезден оқып жүрміз ғой. Мектепте, университетте, академияда абайтану бойынша бүкіл кітаптарды оқып жүрміз. Енді біздің президентіміз Қасым-Жомарт Кемел Тоқаев Абайдың 175 жылдың атауы үшін жарлық шығарды ғой, 2020 жыл ғой. Содан 2020 жылдың басында сол Абай академиясы ашылды, Еуразия ұлттық университеті, Абай академиясы ғылыми зерттеу орталық. Содан мен бас ғылыми қызметкер болып, енді не істеуім керек, мен ойландым.
абайдың жұмбағын шешу үшін, сен Құранның аяттарын жақсы білу керек екен. Ол үшін мен мынау бүкіл Құранға байланысты ғылым не дейді? Ғылым. Әсіресе жаратылыстанушылар, биологтар, зоологияның мамандары, жаңа мұхиттанушылар не дейді? Физиктер не дейді? Мен осы ғылымды біраз өзімше бойыма сіңірдім. Енді абайдың бүкіл шығармашылығын шолып қараған кезде, мысалы Құранда 6666 аят бар. 6666 аяттың қазір ғылым тек қана 666 ғана аяттың ғана мәнісін аша білді. Ең соңында бүгінгі жаратылышы Құрандағы аяттың айтқан дұрыс екен ғой. Ол геология бойынша, жаңағы мынау жердің жаратылысы бойынша, көктің жаратылысы бойынша бәрі осылай келеді. Құранның аяты ең соңында Құранның аятына жүрген. Біздің әлемдік Нобель сыйлығын лауреаттары. Анау емес. Сосын келді мен осы жағынан келіп, енді сол пайғамбардың хадистері, сахабалардың хадистері, хадис деген ғылым, Алланың 199 көркем есімі бар ғой, ол да ғылым. Сөйтіп келіп, жаңа сөйтсек, абайдың жұмбағын шешу үшін абайдың көптеген ойлары анау аяттардың кейбір мағынасын, мазмұнын қазақыландырып жүрген. Қазақ киім кигізіп, қазақы дүниетаным, қазақы мәнер, қазақы ойлау, қазақы толғау деген сияқты сөйтіп, соны менің ғана айтайын дегем, сонда осының бәрін сол абай бұл жаңағы қазақыландырып, жаңағы терең қойды. Өте абай ойшыл терең адам, сөйтіп жаңағы Құранның идеяларын осылай жылап берген. Сондықтан мен Алланың өзі рас, сөзі рас деген, 14 шумақ. 14 шумақты осыны мен бірнеше ай зерттедім ғылыми тұрғыдан. Әр ойына, әр сөзіне, мысалы қараңыз, қазір әлем былай, қазіргі мынау жаратылыстанушылар, мынау аспандағы жаңағы құрдым дейді. Анау құрдым, аспанда бір қара құрдым бар ғой. Соны бұл ғылым әлі дәлелдей айтыр. Сол қалай пайда болды? Біздің бұрынғы бүкіл бәленбай мыңжылығы ғылым тарихындағы анау электромагниттік заңдылық, гравитациялық заңдылық, бүкіл әлем тартылыс заңы деген бар ғой, Эйнштейннің. Сөйтіп келеді, ең соңында келеді, анау жаңағы құрдым, сонда ол ана заңдар жарамай қалды. Сосын келеді, тойтады. Құдай біледі дейді. Абай Алланың өзі рас, сөзі рас, тікесін айтып отыр. Қараңыз, мына қараңыз, барлық мына қараңыз, мынау жердің айналуы, бүкіл мынау ғарыштағы бәленбай миллиард жұлдыздар, жаңадан пайда болып отырған неше түрлі планеталар. Mesela аспанда бір планета бар, жаңағы Сефис деп атайды. Сол планетаның ұзындығы 2,5 миллиард шақырым. 2,5 миллиард шақырым. Есептеңіз, 2,5 миллиард шақырым. Сонда анау жаңағы дүние секунд сайын үлкейіп бара жатыр, әлем. Сонда енді қараңыз, сонда абай осының бәрін Алланың өзі рас, сөзі рас. Сонда абайда айтқан дәл болып тұр. Өйткені бәрі Алланың есебі. Қараңыз, мысалы бүкіл жаңағы барлығы, егер мына әлем 18 секундқа қателессе, күл парша шығады екен. Ал осыны кім істеп отыр? Жаратушы. Сонда абайдың Алланың өзі рас, сөзі рас, тура түйіп айтып тастап отыр. Міне, сондықтан да ол Құранның идеяларын бүкіл шығармашылық арқау еткен. Мен содан ойладым, кеңес дәуірінде зерттедік, Құранның идеяларын айтқан жоқпыз, сондықтан бәрі сыңар жақ. Тек қана абайды, шын абайды көрсету үшін, тек қана Құранның философиясын байластырмаса болмайды.
Енді сіз мынау қазақтың әдебиетін, тарихын, ұлттық дүниетанымын жақсы танитын адам ретінде білесіз, өткен ғасыр 14 пен 19 ғасырда қазаққа талай батырлар, хандар, билер, ақын, жазушылар, жыраулар берген, енді алтын ғасыр деп айтуға болатын шығар, ғасырлар. Ал 21 ғасыр қазақ үшін қандай ғасыр деп ойлайсыз? Ол 21 ғасыр, мынау кімнің, Әлихан Бөкейханның сөзі бар. Құдайдан кейінгі күшті нәрсе ғылым дейді. Ғылымнан кейінгі күшті нәрсе дәстүр дейді. Дәстүр әлсіреуі мүмкін, еш уақытта жоғалмайды. Сондықтан бәрі қайтадан, мен бәрі дұрысталады деп есептеймін. Айналып өз орнына келеді. Өйткені себебі, ол халық бар, мына ұлы дала бар, халық бар, бабалардың рухы бар, сонда бәрі қалпына келеді. Мына бүгінгі бұқар жырауды құлақаман айтып отырғанымыз көз соның арқасы. Егер кеңестік дәуір болса, ол мұны айта алмас едік қой. Бұның айтайын. Бүгін айтып тастамас. Бүгін мен тәуелсіздік арқасы. Бұл жаңа Қазақстан қоғамының арқасы. Жаңа Қазақстан қоғамын құру, жаңағы. Сондықтан ол барлығы, ол еш уақытта осы ежелден, бағзыдан, жаңағы мынау біз Тұран идеясы дейміз, Мағжан Тұраншыл ғой, Тұраншыл ақын ғой, Тұран мемлекетінің атынан сөйлеген, Тұран идеясын арқау еткен. Сондықтан жаңағы баяғыда Мөдек Қағанның құрылтайда сөйлеген Мөдек Қаған, біздің заманымызға дейін сөйлеген. Сонда былай деген, бұл жер, мынау бүкіл қазақтың жері ғой, бұл жер біздің ғана мүліктеріміздің ғана жер емес. Біздің болашақта өмір есігін ашатын ұрпақтарымыздың қияметке дейінгі жері деп атаған. Қияметке дейін бұл жерде қазақ баласы өркендейді. Қазақ өнері, ғылымы, мәдениеті, тілі, салт дәстүрі қанаттанады. Сондықтан ешқандай жаңағы үміт отын сөндіріп керек жоқ. Енді мені бір қызықтыратын дүние аға сізге байланысты. Сіз енді әрине ортаңыз мықты болды, бала кезіңізде жаңа осындай ақсақалдардың ортасында өстіңіз, одан кейін алған білім, ұстаздарыңыз мықты болды, ішкі талант өзіңіздің қабілетіңіз, бірақ дегенмен де тәртіп болмаса, мына бір жүйе болмаса, ол да осындай деңгейге жету енді мүмкін болар ма еді деп ойлаймын да. Сіз осынша дүниені білу үшін, жазу үшін қалай еңбектенесіз? 24 сағат бойы еңбектенесіз бе, әлде бір күніне 2 сағат қана жазамын деген бір өзіңіздің тәртібіңіз бар ма? Бұл да сол біздің бала кезімізден сол ауылды тәрбиесі ғой, осы уақытты пайдалану мәселесі. Уақытты пайдалану. Ол сол әуелгі тәжірибе. Мысалы, сол кезде айтатын, мысалы, күн таңертең шықты, жатпа дейтін. Күн ұясына батты, демал дейтін. Біз осы мынау шыққан күн мен батқан шыққан күн бар ғой. Шыққан күнің батады ғой. Осының бәрін есептесу керек. Өйткені сол жаңағы уақытты ұтымды пайдалану, барлығы жаңағы уақытша екендігі, жастық шақтында уақытша екендігі, бәрі уақытша ғой, бәрі өте шығатындығы. Сондықтан енді біздің сол кездегі халқымыздың тәрбиесі осы уақытты пайдалануға көмектесті деп есептеймін. Бұрын ортаның арқасы, бәрі ортаның арқасы. Бәрі уақыт пайдалану. Уақытты бос өткізбейсіз демек. Бос өткізбеу, жақсы өткізу керек. Әрине, жақсы жұмыс істеу үшін жақсы демалу керек. Бәрі белгілі бір кестеге бағыну керек. Ол ұсынбайды. Мына қазір әлемдік мотиваторлар, бүкіл әлем айтып жатқан тайм менеджмент дейді ғой. Бәрі адамның қазақтың өзінің егер бәрінің жүйесін білу керек. Әр нәрсе Абайда бар ғой, ретін тап дейді. Сондықтан әр нәрсенің реті бар, жүйесі бар, тәртібі бар. Соны білсең болды. Оған үлкен бір, ол да үлкен жаңағы зерделілік. Ол оңай емес. Өзіңді бағындыру деген. Иә. Ол уақытты пайдалану, ол оңай емес, ол қиын нәрсе. Өйткені сен орта бар ғой. Әр қилы адамдар бар, әр қилы тағдырлар бар. Біздің мысалы бір үйдің ішіндегі адамдардың өзі әртүрлі көзқарасымыз. Үйлеспейді. Солардың ішінде жүріп, өзің жол табу деген, ол бәрі оңай шаруа емес ол. Ұжым бар, ол бәрі оңай шаруа емес. Қызғаншақтық деген бар, күншілдік деген бар. Ол бәрі оңай емес қой. Сонда сен
түсіне білу керек. Ертеңгі күні не керек? Ертеңгі күнге тозбайтын нәрсе не деген соны білу керек. Бүгін тозып кететін нәрсе бар. Ертең тозатын нәрсе бар. Болашақта тозбайтын нәрсе бар. Уақытшамен осыны айыра білу керек. Осыны айыра білу керек. Мысалы, сені біреу балағаттап кетті дейік. Сен оны балағаттамай қой. Ол басында ұртпа, ертең өзі келіп сені кешірім сұрайды. Арғы нәрсе біздің басымызда өтті ол. Бәрі ол сені кешірім сұрайды. Қате кетіппін деп. Сен оған неге налисың? Налыма, мысалы. Сондай ғой. Баяғы Сократқа кеп, біреу кеп балағаттап кетті. Сонда шәкірттер айтты, анау балағаттап кетті, сіз неге үндемейсіз деген. Мен сиыр болмаймын деген ғой. Сол сияқты нәрсе ғой. Сосын біреу келген, бүкіл заттарын ұрлатып алған. Сократқа келіпті, жай бірақта айтқан ғой, затымды ұрлатып алдым деп. Байқап тұрған жоқпын. Сен затын ұрлатқан болсайсың, ұрлатып алдым деген кезде, енді сендім деген ғой. Сонда өзі бір тәсіл бар ғой, бәрінде тәсілі. Бәрі уақыт деген бар. Бірақ адам ең жақсы, мысалы, таңертеңгі уақытты жақсылап пайдалану керек. Ең негізгі шаруаны таңертең бітіру керек, түске дейін. Мысалы, бұрын ғана Ян Амос Каменский деген бар ғой. Мысалы, таңғы уақыт көктем, түскі уақыт жаз, кешкі уақыт күз, іңірің, қызыл іңірің бәрі қыс деп. Сонда балаларға былай айтасың, былай айту керек. Мысалы, балалар мектептің оқушылары келді, бірінші класс, бірінші сынып, екінші класс. Сонда құрметті оқушылар, осы табиғат қай уақытта жасарады, көгереді, көктейді. Олар бір ауызда айтады. Ой ағай, көктемде дейді. Ендеше сол сенің көктемі осы. Осы көктемде сен білім алып қалу керек. Білім жинап алып қалу керек деген түсінеді. Мысалы, біз әгі жырауларда бар ғой, 10 жаста бұлайсың, 15-те бұлайсың, 20-да бұлайсың, 30-да бұлайсың, 50-де бұлайсың дегенде, біз оны түсінуіміз керек. Сонда адамның дене қуатының бәрі өлшеулі. Ол, мысалы, 25-ке дейінгі дене қуатының ерекше, 30-да толысады, 40-та кемелденеді, одан кейін азая береді деген сияқты. Күн таңертең шыққан кезде, мысалы, күннің қызу аз болады, ал тас төбе келгенде күннің қызу күшті болады. Сондықтан осылай байланыстырсаң, балаларды оқытқан кезде байланыстырсаң, түсінеді. Біздің жас кезіміз осы кез, ең керемет кезіміз осы кез екен, ең алдыңғы кезіміз, абырт кезіміз, бүкіл білімді жинап алатын кезіміз, бүкіл қасиеттері болмысқа құйып алатын кезіміз осы екен деп түсінеді ғой. Сіз енді күнде сізді көріп жатқан жоқпыз, сондықтан сіз сияқты аузы дуалы тұлғадан бата сұрасақ деймін. Халқымызға, елімізге, жұртымызға, жаңа Қазақстанды құрушыларға, күннің көзіндегі, жердің жүзіндегі, Мекке Мәдинадағы әулиелер жалғасын. Меккеде Мұхаммед, Түркістанда Қожа Ахмет Баба Түкті шашты жардығасын. Мінгендер пырақ болсын, ұстағандар шырақ болсын, әуеден жаудырсын, жерден өндірсін, жұлдыздармен жалғастырсын, жақсылармен жанастырсын, жамандардан адастырсын. Тасқа тамыр біткенше таршылық көрмесін, мұзға бидай енгенше мұңшылық көрмесін. Үйірді қара тау жығылмасын, тулап аққан мөлдір су сарқылмасын, шабыр болса ақ бозаты арымасын, шапқанда қара болат қышы кетілмесін, хақ жандырған шырағың сөнбесін. Ұлы бабаларымыздың рухы қолдасын. Аллаху акбар. Рахмет. Алтын уақытыңызды бөліп, бізге сұхбат беруге келіскеніңізге көптен көп рахмет. Шығармашылық шабыт сізге және ұзақ ғұмыр тілейміз. Құрметті көрермен, амандықта жүздесейік.